Әр той жиындарымызда, туған күндерде барлығымызға бірдей ұнайтын біздің сүйікті пирожниларымыз, яғни красный бархат пирожнисын менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Онда қамырын дайындауды бастаймыз. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызды, айранымызды және де қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде қантымыз кішкене еруі қажет. Менде бұл жерде ашыған айран, ашымаған айран да болады, кефир де болады. Мен бұл жерде ашыған айран қолдандым. Және де сұйық майымызды құйып жақсылап араластырып аламыз. Бізге ешқандай да миксердің қажеті жоқ, керек емес. Үйде тұрған венчикпен де жасай бересіздер қамырны. Енді електен шығарылған ұнымызды және де бір чайный ложка разрыхлителімізді салып, жақсылап біркелкі етіп, комочка болып қалмайтындай етіп араластырып аламыз, достар. Енді кішкене пищевой краситель қосамыз. Қызыл краситель бір чайный ложкадай, осы түсі осылай қызыл қана өздеріңізге ұнайтындай болып шықса болғаны, бір чайный ложканың өзі жеткілікті. Мен өлшеместен сала салдым. Енді бізге кондитерский мешоктар керек болады. Осындай пакеттер, одноразовый крем жаққанға, осындай тесто салғанға арналған кремдер. Соның қамырымызды жақсылап ішіне салып аламыз. Осындай шұңқырлау ыдысқа салсаңыздар ыңғайлы болады. Противенге қағазымызды төсеп аламыз, пергаментімізді. Қолымыздағы пакетті насаткасыз дәл осылай құйып әдемлеп жаңағы листке жабыстырып тұрып осылай сықсаңыздар, барлығы бірдей домалақ болса, сіздерде қазір піскен кезінде формаларды өте әдемі бірдей болып шығады. Арасына алшақтау етіп осылай құйып шығамыз пирожниларымызды. Көрдіңіздер ма? Осылай барлығын бірдей етіп сықсаңыздар, қазір піскен кезінде бірдей домалақ әдемі болып шығады. Біреу кіші, біреу үлкен болып қалмайды. Бізде ровно 24-25 штуктай пар болу керек. Сонда бізде 12 штук пирожнилар шығады. Қараңыздар, менде кішкене асты күйіңкіреп қалыпты. Екіншісін олай жасаған жоқпын. 10-12 минутта пісіп қалады. Байқаңыздар, менде бір листім асты кішкене күйіңкіреп болып қалды. Екінші листім әдемі пісті. 180 градуста пісіріп аламыз. Қызып тұрған әсел пеште пісірдім мен. Газде де пісірсе болатын шығар. Мен де газде пісіріп көрмегенмін. Енді біз ішіне жағылатын творожный сырмен, сливкимен және сахарный пудрамен крем жасайтын боламыз. Мен бұл жерге 2 пирожный жасағандықтан 2 пирожниларға бірдей етіп үлкен массада жаңағы крем дайындап алдым. Сіздерге описание бөліміне 12 штук пирожнийға жететін кремнің несін жазып кетем, граммдарын. Соған қарап жасай бересіздер. Менде рецепт түсірген кезде вупипай пирожный мен красный бархат пирожныйны түсірген болатын. Сондықтан осы 2-24 штук пирожнийға жететін крем жасағанмын. Алдымен творожный сырымызбен қантымызды, қантты ұнтақ, яғни сахарный пудрамызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Творожный сыр және де бізде сливки холодильникте кем дегенде 7-8 сағат бойы тұрған болу керек. Мұздай болу керек, болмасам біздің креміміз ұқсамай былжырап кетеді. Сосын басында кішкене жай скороспен миксерлейміз. Сосын осылай қатты скороспен, ең үлкен скороспен жасаймыз. Бізде креміміз осындай ізі түсетіндей болып, плотный масса болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай сізге қазір көрсетіп өтемін. Осындай болған кезде біздің креміміз дайын деген сөз. Жақсылап араластырамыз. Тура осылай әдемі қою болғаннан кейін де көп араластырып қойсаңыздар, кремдеріңіз дұрыс болмай қалуы мүмкін. Міне уже осылай қою болды ма? Уже болды біздің креміміз. Ақпайтындай осындай әдемі плотный болу керек. Енді суып тұрған жаңағы барлығыны пар-парымен парлап аласыздар пирожниларды. Бізде ровно 24 пар шықты красный бархаттан. Вупипай пирожнийдің да рецебін түсіргенмін. Оны құдай қаласа ертең рецебін салатын боламын. Той жиындарға, туған күндерге енді өздеріңіз үйде тапсырыс қабылдап, немесе өздеріңіздің той жиындарыңызда өздеріңіз жасай бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетін сәндеп осылай артылған кремнен кішкене осылай сығып шықсаңыздар болады. Насатқа қойып, қараңыздар, бізде 6 тәрелкеге жететін 12 штук красный бархат, 12 штук вупипай пирожниларын жасағанмын. Бетіне сәндеп апельсин, киви немесе клубника үйдегі бар заттармен осылай сәндесеңіздер болады. Немесе сәндеместен әшейін сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Мен қазір бетіне сахарный пудра себетін боламын. Өте әдемі болады.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте шығыны аз, бірақ біз бұны сатып алған кезде 250-280 теңгеден сатып аламыз. Кейбір жерлерде қазір бір штугының өзі 300 теңге. Сондықтан өздеріңіз жасап, міндетті түрде отбасыларыңызды, балдарыңызды қуантып қойыңыздар. Парақшамда тағы да көптеген торттардың, салаттардың, нандардың, аштықтардың түр-түр рецептілер бар. Менің парақшамнан алыстамаңыздар. Осылай әдемілеп капсула қағаздарға саласыздар. Сатылымға арналған той пирожныйлар рецепті сіздерге ұнаса, парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып қойсаңыздар, келесі видео рецепт шыққан кезде сіздерге уведомление болып, яғни SMS болып барады. Осылай барлығын капсула қағаздарға салып қойдым. Қараңыздар, қандай әдемі вид беріп тұрады. Осының өзі міндетті түрде жасап көріңіздер. Ертең сіздерге выбай пирожныйның рецептін салатын болам. Парақшамнан алыстамаңыздар. Бетіне не тайщи осындай сахарный пудра болады. В общем, еріп кетпейді. Холодильникке қойсаңызда да, жылы жерге қойсаңызда ерімейтін осындай сахарный пудра болады. Оны сіздер кондитерский магазиндерден сұрасаңыздар, өздері береді. Бетінде өте әдемі көрінетін болады. Қараңыздар, қандай вид уже жаңа сахарный пудрасыз қалай еді. Сахарный пудра сеугеннен кейін қалай болды. Қазірге ішіні көрсетемін. Қараңыздар, ішіндегі кремі де аз емес. Нандары да өте әдемі болып шыққан. Көрушілеріміз ас болсын баршаңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, не деген әдемілік. Шаймен, кофелермен өте күшті кетеді. Аралары толық піскен.